Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет пирог әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге керек жұмыртқа, қаймақ, қант, қосытқыш, ұн, сары май. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, сары майымызды салып, қаймағымызды салып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Ұнымызға қосытқышты салып, жақсылап миксерлеп, артынан қолымызбен күлше илейтін боламыз. Дайын болған күлшемізді 10-15 минутқа морозильникке салып қоямыз. Ендігі кезекте ірімшігімізге бір жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Морозильниктен нанымызды шығарып, жақсылап жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Нанымызды жайып алғаннан кейін, осылай оқтаудың көмегімен нанымызды орналастырамыз. Орналастырып, ортасына ірімшігімізді салып, жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз. Біркелкі етіп жағып алғаннан кейін, шет-шетін осылай өрсеңіздер әдемі көрінеді. Шет-шетін өріп аламыз. Өріп алғаннан кейін міндетті түрде шет-шетіне жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Ендігі кезекте біз безе әзірлейтін боламыз. Безеге 145 граммдай ақуыздар қажет және үстіне қантымыз сеуіп, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған беземізді осылай табақты төңкерген кезде жерге түсіп кетпеу керек. Осылай тексереміз. Осымен біздің беземіз дайын. Жұлдызша формасына салып, осылай дайын болған пирогымыздың үстіне әсемдейтін боламыз. Осымен толығымен осылай жағып болғаннан кейін, тағы да 180 градуста 15 минуттай духовкамызда ұстаймыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Беті осындай қоңыр болған кезде аласыздар. Және пирогты толық суытып алыңыздар. Толық суытып алғаннан кейін ғана барып осылай бөліктерге бөліп кесесіздер. Осындай жұмсақ болып ауызда еритіндей болып пысады. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, ерекше естерінде қалатын пирог болады. Жасап көріңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.